Өтеген хабарласып, кездесейік деген соң, Айару осымен кездесуге екінші рет баратын боп келісті. Уәделескен жерде жан-жағына қарайлап тұрған Өтегенді көріп, қолын бұлғап еді. Ол да мұны алыстан байқап, қуана жауап қатты. Жасы 19-да болса да, бойы ұзынша, жауырынды келген жас жігіт әрі спортпен айналысып жүрген соң, денесі таралып, әдемі өсіп келеді. Сәлем, сәлем, деп амандасып, жағдай сұрасып, екеуі мәз боп қалды. Меганың ішіне қарай беттеп келе жатырғанда Өтеген ертең достарымен бірге жұмыс жасап қайту үшін Түркияға жүретінін айтып үлгерді. Соның керек құжаттарын кеше дайындап өткізіпті. Сәтін салса, ертең самолетпен ұшады екен. Сол кетер алдында сен мен кездесіп кетейін деп едім. Кездескеніміз дұрыс болды дегенде шын қуанғаны көрініп тұрды. Айтпайсың ә, ішіңе қалай сыйып жүр? Мүмкін мен де барар медім, деді Айару әдейі еркелеп. Жоқ, сені алмайды. Өйткені әлі жасың 18-ге толмаған, деп түсіндіріп отырған Өтегенге, әзілге айтам, сонда ол жақта не жұмыс жасайсыңдар? Құрылыс саласыңдар ма? Ауыр ғой, деген Айаруға, жоға құрылыс емес. Бұл бір түріктердің белгілі ресторандары мен қонақ үйлері бар үлкен кешенді курортты орталығы. Теңіз жағалауына орналасқан бұл кешенді жер демалуға келген шетелдік туристерге қызмет жасайды. Қызмет қылу көлемін айтпағанда, мейрамханасында бір мезетте 1,5 мың адам тамақтанады екен. Залда босаған ыдыстарды мини машиналармен жүріп жинайды. Содан ақ біле бер. Жұмысты ауысыммен жасайтын боламыз. Қонақ үйде тұрамыз. Тамақты мейрамханада ішеміз. Міне, жұмыс жағдайы осылай. Қазақстандағы жұмыс жағдайымен мүлде салыстыруға да келмейді, деп Өтеген барлығын айтып шықты. Иә, егер шынымен бәрі осылай болса, онда жақсы екен, деп Айаруды қоштады. Екеуі тағы біраз қыдырған соң үйлеріне қайтты. Өтеген Айаруды метроға дейін шығарып салды. Айару, жарайды, аман сау барып, жұмыс жасап қайтыңыз. Ол жақта қанша уақыт боласыңдар, деп сұрады. Нақты білмеймін, амандық болса, қазан айында келеміз-ау, шамасы. Сабаққа да сол кезде қосылатын боп келісім алғанмын, деді де Өтеген. Сау бол, шынымды айтсам, мен сені жақсы көрем. Сен маған ұнайсың, деп Айаруды бетінен сүйді. Айару неге екені белгісіз, сәл ойланып тұрды да, рахмет, мен де сені жақсы көрем, деп жымия күліп қоштасты. Құрметті тыңдарман, тыңдаушылардың небәрі 1% ғана каналға жазылады. Сол үшін әңгімені бастамас бұрын, бізді қай жақтан, қай өңірден көріп отырғандарыңызды және жасыңыз қаншада екенін төменге жаза кетіңіздер. Әңгіменің соңына дейін тыңдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Осылайша сіздер мені қолдап, видеоны көбірек адам көруіне көмектесесіздер. Көп рахмет. Өтегенмен екеуі қыдырып, үйіне қайтып келген соң, Айару бөлмесінің есігін жауып алып ұзақ жылады. Үнсіз ғана шарасыздықтан жылаған даусы ішкі мұң сырымен үндескен соң, тіпті үдеп даусы шығып кетіп те жатты. Өтеген құшақтап арқасынан қағып, мен сені жақсы көрем деп айтқанда, Айаруға бар дүние төңкеріліп кеткендей болды. Қанша күннен бері не деп айтарын білмей, көкірегіне күдікпен күмән ұялап жүргенін Өтеген қайдан білсін. Сен білесің бе, екеуміз ағалы қарындас болып шығуымызда мүмкін, деп айтқысы келіп тұрды да, жақсы тұрған жағдайды бүлдіріп алармын деп ойлады. Мүмкін ол бұл жаңалықтардан бейхабар шығар, түсінбей қалып, шошып кетіп, анасымен араздасып қалар деген ойлар сол сәттен жүрегін жұлқылап, кеудесін шаншып өтті. Өзі талап қылып кетіп бара жатқанда, жолын кескендей болармын деп ойлаған Айару тілін тістегендей болып қала берді. Тек қана мен де сені жақсы көрем деген сөзін жүрегі толқып әрең айтты да, соңында аға деп айта алмады. Жақсы көңілде кете берсін, басын басқа нәрсеге қатырмайын, кейін ести жатар деп өзін әрең ұстаған еді. Құрып кеткір осы ДНК дегені қашан болады? Тездетіп бір жағына шықсақ екен деп ойлаған Айару үшін, оның нәтижесі қалай болып шықса да бәрібір еді. Егер Батырхан әкесі болып шықса, Өтегенге қарындас болып шығар еді. Ал егер анасы айтып жүрген кісі әкесі болып шықса да, оның мойнына асыла кетпесі де айдан анық нәрсе. Ондай жағдайда Өтегеннің жанында ұялмай жүретініне
кәміл сенім деді. Екі ұдай күй кешуден шаршаған Айару анасымен ашық сөйлесуді ұйғарды. Бұның ойын оқығандай анасы есігін қағып тұрған еді. Айка, не болды қызым? Несіне есікті іштен жауып алғансың? Деп аздап тыңдап тұрды да, сен немене, жылап отырсың ба қызым? Жалынам, ашшы есікті, сөйлесейік. Қызым, мен саған жамандық ойламайым ғой, деп есікті жұлқи бастады. Орнынан тұрып, есігін ашқан Айарудың көп жылағаннан көзі домбығып ісіп, бояулары ағып жағылып кеткен екен. Не болды? Кім ренжітті сені? Деп қызын құшақтап, кішкене айналып толғанып еді. Айарудың дауысы шығып жылай бастады. Айка, жаным, айтшы маған, кәне, кім ренжітті? Айару сөздерінің басын қоса алмай, иегі кемсеңдеп, өтеш, өтеген ғой, не ғой, деп сөздері түсініксіздеу басталып еді. Сол оңбағанды біліп едім, зымиян бала екенін, шешесімен сөйлесермін. Бәрі соның айтуымен, оқытушымен жасалып, дей беріп еді Айару. Анашым, алдымен түсініп алсаңшы. Өтеген Турцияға кетейін деп жатыр, дей беріп еді. Барсын, кетсін, аулақ, атамнан әрі, деп Аружан тағы да шұбырта жөнелді. Анашым, Құдай үшін, тыңдаш, тіпті сөзімді аяқтауға мұрсат бермейсіз. Жарайды, тыңдайын, не болды екен? Не деп ренжітті сені? Деп Айарудың бетіне қарады. Анашым, мен өтегенді жақсы көрем. Түсінесіз бе соны? О кетем деп жатыр Турцияға, деп Айару көзі жасаурай бастады. Не дейді? Жақсы көремінің қалай? Ой тоба, қой, олай деп айтпа. Олар біздің теңіміз емес. Деп Аружан не дерін білмей қалды. Неге теңіміз емес? Біз соншалықты кімнен артықпыз, анашым? Мен өтегенді жақсы көрем, ол да мені жақсы көреді. 2 рет кездесуге шақырды. Бардым, бірге қыдырдық. Онда неге жылайсың? Ол да жақсы көрсе болды емес пе? Оның жақсы ештемесі жоқ. Сіз айтып жүрсіз ғой. Өтеген әкешімнің жолдан болған ұлы деп. Яғни сонда біз өтеген екеуміз, бір әкенің ұлы мен қызымыз. Сондықтан бізге қосылуға болмайды емес пе? Иә, болмайды. Әрине болмайды, деп сандырақтады Аружан. Анашым, түсінесіз бе? Мен шаршап кеттім, әбден шаршадым. Қашан жасатамыз ана ДНК дегенді? Жасататын болсаңыз, тезірек жасатыңызшы. Не боп қалды аяқ астынан? Өткенде айтқанымда аспанға секіріп жатыр едіңдер. Енді не түлен түртті сені? Деп Аружан Айаруға қарады. Сол тезірек бір жағына шығайық дегенім ғой. Әйтпесе алаңдаумен құрып болдым. Менің ішімде не боп жатырғанын кімге керек? Кім менімен түсініскісі келіп жатыр? Бәрінің ойлағаны жеке мүддесі, деп Айару тізелерін құшақтап диванның үстінде үнсіз отырып қалды. Құшақтама тізеңді, болмайды, жаман ырым жасама, деп Аружан Айарудың қолдарынан тартып бауырына басып құшақтады. Жаным, ботам сол, менде жеке мүдде деген жоқ. Мен саған жақсы болғанын, сенің еш нәрседен тарлық көрмегеніңді қалаймын. Сонда маған жақсылық ойлағаныңыз ба? Әкемді басқа адам дегеніңіз? Рахмет, әкемді айырбастап, бай болмай-ақ қояйын, деп Айару тағы да орнынан тұрып кетіп, терезенің алдына барып тұрды. Қызым, егер менде о баста мүдде мақсат болғанда, мен асылғанды орыс әйелінен әлде қашан ажыратып алып, басы байлы заңды күйеуім етіп алар едім. О кезде әрине жас болдық, ұрсып қалатын едік. Көрмейді кетеміз. Артынан әйтеуір қайта кездесетін едік. О кезде Асылханның жоғарылап өсетіні белгілі болып жүрді. Өйткені білгір хирург маман ретінде көзге түскен ол жоғарғы жақпен де жақсы қатынаста болды. Мен бірақ оның атағы мен ақшасына қызықпадым. Олай болса, енді немене, байлығын айтып, аузыңыздың суы қорып жүр, деп сұраған Айаруға, асықпа, сен де менің жасыма келесің ғой. Ой, пиғыл, мен мінезің өзгерет. Сонда түсінерсің қызым, деп Аружан аз тоқтап алып. Болса да, Асылхан өзі ұсыныс айтып отыр. Айарудың атына жазайын деп. Сонда ғана менде ой пайда болды. Неге осыншама байлықтан қызымды құр қалдыруым керек, деген. Иә, сонда ғана осы варианттардан ұтып шығу үшін
Жалғыз қызыңды құрбандыққа шалып, отбасыңды ойран ету керек болды ма? Деген қызына, онда неменеге ДНК жасатайық деп отырсың баста ұртып, деп шап ете қалды. Жоқ, сіз түсінбеген екенсіз. Маған ДНК нақты әкемнің кім екенін білуім үшін ғана керек. Маған ешкімнің байлығы керек емес. Бұл маған алдағы өмірімде адаспауым үшін керек. Түсіндіңіз бе? Деп айыру тағы да шырпыр болды. Қызым, деді Аружан. Тағы да айтқаным, бұл мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек. Қазір сенің көзіңше Асылхан Зұлпықарұлына қоңырау шаламын. Сосын сен осылай ДНК-дан өтем деп айтып отыр деймін. Мен білетін ол болса, сені телефонға шақырып сөйлеседі. О сенің келіспей жүргеніңе бола маған ақша бермей отыр. Ал сен иә деп айтсаң ғана, ол маған ақша бере бастайды. Бірден бар соманы бермейді. Мен оны жақсы білем ғой. Онысын түсінуге болады. Ақшаны таба білген адамға жарата да білет, әрине. Менің байқайтыным, Асылханның менен басқа да қатындары бар. Тегін жүретін адам емес. Егер біз осылай ырғалып жүрсек, бар дүние мүлік басқаның қанжығасында кетуі мүмкін. Түсіндің бе, қызым? Деп Аружан бетіне қарағанда Айару не дерін білмей қалды. Сонымен Асылханға хабарласайын ба? Дегенде, егер жоқ десе барлығы тағы белгісіз боп қалатынын ойлаған Айару, «Е, хабарласыңыз», деп нығайтты. Кешкілікте Айжан телефон соғып, хал жағдай сұрасқанда Батырхан қатты қуанып қалды. Квартирадан тұратын келіншектердің үлкенінің аты Гүлия, шын аты Гүлбаршын деген. Ал екіншісі біраз жас кішілігі бар. Қайынсіңлісі болып келетіні аты Жанар екен. Иә, Гүлия жұмыста болып, Батырханды Жанар шайға шақырып, екеуі шай ішіп, теледидар қарап отырған еді. Телефонды ала сала, «О, Айжан, қалғалай?» деп сөйлесе жүріп, орнынан көтерілген Батырхан бөлмесіне қарай кетті. Онысын жақтырмай қалды ма, Жанардың қабағы түйіліп кетті де, «Шайыңызды ішіп алсаңызшы, сосын да үлгерес қой», деп сөйлегені телефонның арғы жағындағы Айжанға да естіліп жатты. «Жалғыз емессің-ау, кедергі болғаным жоқ па?» деп сұраған Айжанның алдында, «Жоқ, әншейін квартиран қыз ғой, шайға шақырған соң бірге ішіп отыр едім», деген сөздері Жанарға да естіліп жатты. Оның қызғанғаны ма, әлде қорлағаны ма, орнынан ұшып тұрып, әлі толық ішіліп болмаған шайдың орнын жинастыра бастады. «Жай сол, жағдайыңды білейін дедім, арақ ішпеген даусыңды естіп қуанып, шүкір дедім», деп Айжан сөзінің соңында. «Арақты қойғаныңа қарағанда, сол әйелдердің біреуіне ғашық болып жүрген жоқсың ба әйтеуір?» деп сұрады. «Несі бар? Ғашық болсам болатындай-ақ. Жанар әлі күйеуге шықпаған қыз. Сендер білмеген қадірімді ол біліп жатырса несі жаман?» деп сұрап жатқан Батырханның сөздерін естіген Жанар кетіп бара жатқан жолында тоқтап қалып, қолындағы поднос толы шай жабдығын қайда қоярын білмей, ойланып тұрып, қайтадан столға келіп, шай жабдығын күліп жүріп жасай бастады. Батырханмен телефонмен сөйлесіп болған соң, Айжан өзіне өзі келе алмай біраз отырды. Күңкілдеп сөйлеп жүріп, бір нәрселерді аудастырып, әйтеуір қолы еш нәрсеге бармай қойды. «Қыздармен шай ішіп отырмын. Сендер білмеген қадірімді бұлар білсе дей ме? Ол не дегені маған? Көрерміз жетіскеніңді сол әйелдермен», дегендей әйелді қызғаныш сөздердің талайы айтылып жатты. Барып көретін екен, басын айналдырып алған адамын. Оларға оның өзі емес, 3 бөлмелі пәтері шығар керегі. Белгілі ғой, қазіргі әйелдердің көкейлерінде не бар деп әйтеуір. Айжан біразға дейін бұлқан талқан ашуланды. Сонымен не керек? Көзімен көріп қайтпаса, көңілі көншімейтіні белгілі болған соң, әлденені сылтауратып, Батырханға барып қайтуға ниет қылды. Алдымен сұлулық салонына барып, өзіне қарамағалды көп болған екен. Шашын қидырып, саусақ тырнақтарын жөндетіп алу керек деп шешіп, салонда 1-2 сағат отырып қайтты. Таңертең ерте тұрып алып, Айжан айнаға қарап еді. Түнде дұрыс ұйықтай алмаған соң ба, қабағы сәл кіржейіп тұрғаны болмаса, өзіне көңілі толып қалды. Шифонерді ашып қойып, көйлектеріне біраз қарап тұрып, ішінен өзі жақсы көретін, етегі сәл қысқалау демесең, тұла бойын тығыншықта жинақы көрсететін қоңыр көйлегі мен қоңыр туфлиін таңдап киіп, кішкене қоңыр сөмкесін қолына ұстап,
такси шақыртып алып үйден шықты. Әншейінде келетінін алдын ала ескертетін Айжан бұл жолы Батырханның үйіне ескертусіз бет алды. Күн жексенбі болған соң ба, көшеде түске дейін адамда, көлікте аз болатын әдеті, жеңіл көлік зырылдап отырып, лезде жеткізіп салды. Жолай дүкенге кіріп, шайға деп тәттілер алып, 4-ші қабатқа көтеріліп, межелеп келген квартирасының қоңырауын көңілденіп басты. Есіктің арғы жағынан «Қазір келе жатырмын» деген әйелдің әдемі даусы естілгенде ғана бұл үйде Батырханнан бөлек басқа әйелдер тұратыны есіне түскендей бойын тез жиып ала қойды. Саламатсыз ба деп есік ашқан әдеміше келген, 30-дан енді ғана асқан орта бойлы әйел адам. «Кешіріңіз, танымадым» деп мұның бетіне қарады. «Иә, сіз мені танымайсыз. Мен Айжанмын. Батыр үйде ме?» деп сұрағанда есік ашқан әйел: «Иә, есіміңізді естуім бар. Кіріңіз. Бірақ Батырхан ағай футбол көрем деп кеше кеш жатып еді. Әлі тұра қоймады, есігі жабық тұр» деп Айжанға жол беріп кіргізіп алып, сосын есікті қайта жауып алды. «Естуіңіз болғанына шүкір. Әйтпесе кіргізбей де қоюыңыз мүмкін еді» деп мысқыл аралас сөйлеген Айжан өзі білетін дәлізде тұрып, сыртқы жеңіл сулығын шешіп, шифонерді де өзі ашып іліп жатты. «Есіміңізді естігенімізді айттым. Ал өзіңіз еш нәрсе сұрамай, емін еркін шешініп жатқаныңызға қарап, бұрында бұл үйге келіп, шешініп жүргеніңізді біз де байқап тұрмыз» деп есік ашқан келіншекте жауапсыз қалдырмады. Солай ма? Сіздің көп нәрсені байқап үлгергеніңізді мен де байқадым» деп қағытпа сөйлеген Айжан рұқсат сұрамастан қол жуатын бөлмеге кіріп кетті. «Айып етпеңіз, мен жуып жайған киімдерімді әлі жиып үлгермеген едім» деген сөзін аяғына дейін тыңдамаған Айжан кіруін кіріп алса да қайта шығуға ұялып тұрды. Жағалай жайып ілінген іш киімдер мен төс тартқыштардан ыңғайсызданған Айжан жуынар суды қалай қосудың ретін таппай біраз тұрды да: «Кешіріңіз, есіміңіз кім еді?» «Иә, Жанар еді ғой. Сіз осы үйде жалғыз емеспін. Менен басқа тағы жасы үлкен еркек адам тұрады деп ойламайсыз-ау» деді де, «Сондықтан мына дүниелеріңізді өзіңізге берілген бөлмеге апарып жайғастырғаныңыз дұрыс болар еді» деп Жанарға сынай қарады. «Ақылыңызға рахмет, оған сауатым жететін еді. Ескертуіңіз орынды» деп Жанарда әрең шыдамдылық танытып тұрды. «Мен ұйықтап жатқан адамды оятқанды жек көрем. Жүріңіз, ағамыз ұйқыдан тұрам дегенше шай іше берейік» деп Айжанды шайға шақырған Жанардың жалпы жүрісі солай ма? Жоқ әлде кербезденген кейпі ме? Мама қаздай майпаңдап жүргенде кезекпен бөліктеніп аударылып түсіп жатқан бөксесі көздің жауын алғаны былай тұрсын. Тура көзіңді айырып ала алмастай болып қалады екенсің. Шіркін, бар дүниені билетіп көрсете білген дегенде бір шеберлік қой. Соңынан сөйлей ерген Айжанның «Сіз аспаз болып жасайды деп естіп едім» деген сөзі күбірлегенде болып естілді. Жанарда даусын құбылтып: «Иә, мына дене бітіміме қарап, бір кезде мені биші болған деп қазір кім ойлар?» деп күлді. Айжанның таң қала: «Иә, кешіріңіз, сонда сіз театральное училище бітіргенсіз бе? Айып етпеңіз сұрағаныма» дегенне Жанар күліп: «Мен негізі институт культурам бітіргенмін. Сол институтта жүргенде бас аяғым 51 кило тартатын салмақтағы сыбызғыдай сұлу биші едім. Бір депрессияға түскеннен кейін осылай толыса бастадым» деп әңгімесін айтқанда Айжан: «Жоқ, сіз әлі де ондай толық емессіз ғой. Тек өзіңіз сыбызғыдай кезіңізді көп ойлайтын шығарсыз» деп әзілдеген Айжанның Жанармен әңгімесі жараса бастады. «Сонда кезінде институт культура бітіріп алып, енді аспаз болып жұмыс жасап жүрсіз бе?» деп таңырқаған Айжанды столға отырғызып болып шай қамына кіріскен Жанар: «Біріншіден, мені мәдениет саласында жұмыста жүргенімде белгісіз танымайтын еңгезерде біреу сыртымнан иемденіп жүріп алып қашты. Мен қанша жылап жалынсам да жібермей қойды. Тіпті басқаларды сыртқа шығарып жіберіп, екеуміз оңаша қалғанымызда мені зорламақ болды. Мен келіспей арпалысып жүріп, сумкамдағы кішкене бәкі пышақты алып, жуан санына 1-2 рет тығып алғанымда аюдай аңырады. Жанындағы жігіттері жүгіріп келгенде оларға қарай
қолымдағы уксусты аямай шаштым. Сөйтіп, үйленбекші болған жігітті бақыртып тастап үйден шығып кеткенмін. Ой, менің жындылығымнан осылай сотталыпты кете жаздадым, деп әңгімесін айтып күлген Жанардың бетіне Айжан күлмей қарап отырып, сонда уксус қолыңа қалай түсті? Деп сенбей сұрағанда Жанар күліп, я сол күні үйге салаттар басуға керек болып, кішкене құтыдағы уксусты сатып алып, сумкама салып қойғанмын, деп әңгімесін Айжан айта беруге аса құлықты емес болып тұрды. Осыдан кейін ағайын тумаға менің пышақ салып алғаным туралы әңгіме түрлі болып тарады. Сосын ауылдан алыс жаққа кетейін деп шештім. Әнбейден сабақ беретін жұмысқа қайта оралғым келмей, осы аспаздықты таңдадым. Өйткені бұрын музыка мұғалімі болып жүрген кезімде жылап жүріп, 170 мың айлық алатын болсам, қазір қыздармен бірге күліп жүріп, 500 мың айлық алам. Айырмасы бар ма? Әрине бар. Солай міне, мен туралы біраз білетін болдыңыз. Айжан апай, шай іше отырыңыз, деп Жанар екеуі әңгімесі жарасып, Айжан о баста қызғанышпен көрейінші деп келгенін ұмытып та кетті. Сары өріктерді дәндерінен бөлектеп, соқ қайнатайын деп талап қылған Жанарға көмектескісі келіп еді. Қой, не істейсің, үстіңді білдіресің, дегенне қарамай Жанар берген үй халатын киіп, басына орамал тағып, Айжанда белсене кірісіп кетті. Екеуі осылай мәз болып отырғанда есіктің қоңырауы шырылдады. Қазанды бұлғап жатырған Жанар, аша салыңызшы деген соң, Айжан орнынан тұрып барып, кім ол деп есікті ашқанды, арғы жағында келіп тұрған Аружанның түріне қарап, шошып кетті де сасқалақтап, сіз мұнда не ғып жүрсіз? Деп сұрады. Келгім келді, келдім. Ал сен не ғып жүрсің мұнда? Деп есіктен сөйлей кірген Аружан қазан қайнатып тұрған Жанарды көріп, ойпырмай, Батырханның қатындары көбейіп кетіпті ғой, деп қалжың айтқысы келіп еді. Айжан, иә, сізбенен тіпті көбейіп жатырмыз, деп мырс ете қалды. Қазір Гүлия жеңгем келсе, одан да көбейеміз. Келіңіз, жоғарылаңыз, өр қайнатып жатырмыз, деп Жанар да күлді. Батырхан қайда? Деп сұраған Аружанға қарап Айжан, ол жігітті түнімен ұйықтатпай, жаңа ғана беске бөліп қойдық, ұйықтап жатыр, дегенде Жанар да тырқылдап күлді де, Аружан болса аузын ашып, шынымен бе? Дегендей бұрылып Батырханның бөлмесінің есігін қақпай кіріп кетті. Аружан кіріп келгенде Батырхан оянып, орнынан тұрып киініп жатырған еді. Ау, не болды? Жұлқынып қайда барасың сонша? Деп Аружанды қарсы алған Батырхан оған жақтырмай қарады. Аружан өзі кірген есікті мұқият іштен жапқан соң, Батыр, мен саған маңызды шаруамен келгенмін. Үйіңе келсем, сенің қатындарың толып жүр екен. Жарайды, маған бәрібір ғой, жүре берсін, деп Аружан әңгімесін бастады. Әншейінде айқай шығаратын Аружанның бұлай дегеніне Батырхан таңданып қалды. Саған ДНК-дан өту туралы келдім. Тек уақытты босқа өткізбей, бір жағына шығуымыз керек, деп сыбырлады. Жә, немене, жұрттың беті қолын жудырмай, ертеңгі асын ішкізбей шешетін шаруаң сол ма? Тағы да басымды қатыру үшін келдім десеш, Құдай сақтасын. Деп бөлмеден Батырхан шығуға ыңғайлана бастады. Аружан болса, Батыр, мен саған айару қызыңның өтініші бойынша келіп тұрмын, деп айтсам да болады. Ол бүгін достарымен тауға кетер сәтінде де қайталап айтып кетті. Сонымен мен ДНК жасату үшін Асылхан Зұлпықарұлының келісімін алдым. Енді оған сәйкес сенің келісімің керек, және айарудан анализдер алады. Соған бәріміз бір күнге келісіп барып, қан тапсыруымыз керек. Сен Асылхан екеуіңді бүркеншік атпен тіркейді. Басқа жұртқа артық әңгіме болмас үшін. Мысалы, Асылханды клиент А десе, сені клиент Б дегендей. Бұл құпия сақталу керек. Қан кемінде 3 рет алыну керек. Нәтижесі соңғы алынған анализдерден кейін 1/7-де шығады. Батырхан сәл ойланып отырды да. Бұған Айка не дейді? Деп сұрады. Мәселе сол қызымның келісімінде. Мен басындағы айтқанмын. 1000 жерден ДНК жасатсаң да, айару менің қызым болып қалады. Оған мен 100% кепілдік берем деп, Батырхан сөйлей жүріп, бөлмесінен шықты да, шай ішіп отырған Жанар мен Айжанға амандасып, қалайсыңдар қыздар, амансыңдар ма?
жақсы ұйықтап жатыр едім. Мына кісі баса көктеп кіріп даңғырлап сөйлеп оятып жіберді, деп Аружанға қарады. Неге екенін қайдам. Аружан бүгін момақан күйде, көзі жәудіреп қалыпты. Алайда оның бүгінгі бар ойы мен мақсаты Батырханды ДНК-ға көндіру еді. Асылхан хабарласып, келісімін алғаннан соң қаражат мәселесінде сұрап еді. Ол ойымдама, айтылған нәрсе орындалады деп сендіріп қойды. Аружанның тағы бір уайымы Аяру айнып қалмасы деп қылпылдап жүр. Тағы бірдеме деп жүріп, осы үшеуінің біреуі айнып қалмай тұрғанда арасына күн салып, 3 рет қан тексеруді ұйымдастырып, бұларды ұстап тұру оңайда болмайтын түрі бар. Мысалы Батырхан арақ ішіп қоймаса, Асылхан жұмысымен жол сапарға шығып кетпесе, ең аяғы Аярудың да өз мінезі өзіне де жетеді. Ешқайсымен ұрыспай, керіспей, шыдай тұру керек болып тұр. Аружан ең аяғы қазір Батырхан бұлжылдап отырып, мына қатындарға бірдеме айтып қоймас екен деп, қатындардың қатарынан кете де алмай отыр. Ал сыртта көшенің келесі бетінде машинада мұны күтіп Закир отыр еді. Иә, ешкімге білдірмей екеуінің кездесіп жүргеніне біраз болған еді. Басында тыс жерлерде кафеде кездесіп, одан шыққан соң қонақ үйлерге апаратын Закирді жақыннан бері көбіне Аяру жоқ кезде Аружан үйіне де шақырып жүр. Бүгінде Закир Аружанға қашан шығасың, көп отырып қалдың ғой, дей берген соң, сен асықсаң менің үйіме бара бер, саған кілт бердім ғой өткенде, деп Аружан, иә, Аяру достарымен тауда қонатын болып серуендеуге кеткен. Үйде бола бер, қалай босаймын, солай келем деген еді. Жас жігітті жөніне жібергісі келмей, сүйкімді еркектің құшағында сезімге балқып шығатын уақыты қайталана берсе екен деп жүретін еді. Аружанға Закир көбіне қашқақтай ма, әйтеуір әрине жас қой, сылтауратып кейде келмей қалады. Бір жұмыстары шешілмей жатады ма, әйтеуір сылтауы көп. Арасында Аружанмен бір-екі рет қайтарып берем деп ақшада сұрап алды. Жарайды, жас қой түсіне жатар, деумен Аружанның да шыдамы таусылар шаққа жақындап келе жатыр. Не болғанда, мына шаруаны бітіріп, керек дүниеге ие болып, Аярудың атына әкесінен аманат қылып алайын, қалағанын сосын шеше жатармын, деп Аружан әрең шыдамдылық жасап жүр. Сонымен Аружан Батырханның келісімін алып, үйден көңілді шықты. Қыздар, мен кетіп барам, шұғыл шаруамен келіп едім. Құдай қаласа бәріміз кездесіп отырамыз. Әзірше сау болыңыздар, деп көңілді қоштасып үйіне қайтты. Аружанға қош десіп, ұзатып салған соң, Айжан да қайтуға жиналды. Жанар, саған жасырмай айтайын, сен мен туралы теріс ойлама. Мен мұнда тек Батырханның жағдайын ойлап, ішіп жатырған жоқ бекен деп, үйде отырып ойымдағанша, көзіммен көріп кетейін деп келем. Өйткені жасыратыным жоқ. Кезінде қыз бен жігіт болып, жарасып жүрген кезімізде марқұм анасы маған аманаттап қайта-қайта тапсырумен кетіп еді. Одан кейін тағдырдың жазуымен екеуміз екі жаққа кеттік. Мен тірі адамдардан қорықпаймын. Мен өлі әруақтан, яғни Құдайдан ғана қорқам. Солардың ырзашылығын іздеймін. Әрине досым ретінде сыйлаймын. Жақсы көрем, бірақ одан арыға еш зауқым, ықтиярым жоқ. Кейінгі кезде Аружан мен екеуінің арасы мынадай болып жүргеніне де қиналам. Алайда ешкім екінші біреудің айтқанымен өмір сүрмейді ғой. Сондықтан Батырды көп кінәламаймын. Жанына жақсы адам жолығып, ары қарай бірге дұрыс тұрып кетсе де ойлаймын. Саған шынымды айтып отырмын. Сенер сенбесіңді өзің білерсің. Иә, жаман адам емес екенін білем. Басқа адам болса біздерге қылжақтап, баяғыда өзінің ойын айтар еді. Гулия жеңгемде кейде қалжыңдап, кейде шынымен Батырханның басын айналдырып ал, үй жағдайы бар деп үгіттейді. Мен бірақ ондай арам нәрсеге барғым келмейді. Мен әлі күйеуге шықпаған қызбын. Пәктігім өзіме аян. Сондықтан арымды аяқ асты еткім келмейді. Барлық пен байлықты кім аңсамайды? Алайда мен аса қызықпаймын. Не нәрседе шынайы көңілмен болу керек, деп Жанарда ағынан жарылды. Егер шын ойың болса, мені қайтайын деп, Айжан оңтайланып еді. Жанар басын шайқап тоқтатып, біріншіден, басым қатып жүр деп еді. Сол шаруаларын шешіп алсын.
Екіншіден маған жақында жеке кәсіпкерлікке ауысам. Бір жерден әзірше жалға беретін асхана көріп жүрмін. Иесімен де сөйлесіп келіскенмін. Тойхананы мен ашайын. Сен ұйымдастырушы болып, жанымда көмекші болып жүр. Екеуміз бірге жұмыс жасайық деді. Соны күтіп жүрмін. Дегенде Айжан қуанып қалды. Міне, мынау дұрыс. Бірге жұмыс жасайсыңдар. Әрі бір-біріңді сынайсыңдар. Тамаша, мен қоштаймын. Деп Айжан да мәз болды. Осы кезде бөлмесінен шыққан Батырхан, «О, екеуің абысындар сияқты жарасып отырсыңдар ғой», деп жандарына өтіп, балконға шығып кетті. Үйіне кіргенде «Закир, тыйдома?» деп дауыстап кірген Аружан, ешкім тіл қатпаған соң, аяқ киімінде шешпестен үйді аралап шықты. Тек өзінің жатын бөлмесіне келгенде, төрдегі гарнитурдың есіктері ашық тұрғанын, суырмаларының суырылып жатқанын көріп, жүрегі мұздай болды. Жалмажан гарнитурдың ішіне жасырын орналасқан кішкене сейфті қарап еді. Оның да есігі ашық тұрғанын, ішіндегі алтын бұйымдарының, доллармен жинап жүрген ақшаларының жоқ екенін көріп, бір сұмдықты сезді де жедел Закирге хабарласты. Әншейінде тұтқаны тез алатын Закирдің телефонынан «Телефон сөндірулі, немесе абонент байланыс аясынан тыс жерде» дегенді қайталап тұрғанын естіп, басын ұстап, жылап жіберді. Бар айтатыны, мүмкін емес. Закир, мұның не? Екеуміз туралы ешкімге еш нәрсе айтпа. Деп жүргенің осы ма? Деп жылап, диванға отыра кетті. Осы кезде ғана Закирдің нақты қайда тұратынын, не істейтінін білмейтіні, тіпті оның құжаттарында қарамағанына енді өкінді. Телефонын алып, Батырханға немесе Асылханға хабарласайын десе, не деп айтарын да білмеді. Ұрының арты қуыс деген осы. Закир кім десе не айтарын білмей, оның атын ешкім де білмесін деп шешті. Есік бұзылмаған. 6-шы қабатқа терезеден кім кіретін еді? Закирден басқа ешкім емес. Соның істегені деп, не істерін білмей, біраз отырды да, соңғы үмітімен полицияға хабарласты. Полиция келіп барлығын тексере қарап, фото-видеоға жазып, қолтаңбалар түскен жердің бәрін қағазға түсірді. Тергеуші жанына келіп, өзіңіз қауіптенетін адамыңыз бар ма? Дегенде, алғашында жасырып тұрса да, қайта ойланып, Закир туралы айтып, ол екеуінің кафеде бірге түскен суретін көрсеткенде, полицейлер шу ете қалды. «Оу, мына белгілі алаяқ осында жүрмеді? Бұл дегенің аты шулы алаяқ. Шарик Марик қой», деп суреттегі Закирді бірден таныған тергеуші, оны ұстау қиынның қиыны, сонда да іздестіріп көреміз деп арызын тіркеуге алды. Айт жоқ, той жоқ. 2 күннен кейін жоспарлары дұрыс болса, байлыққа кенелен деп жүрген Аружан, дәл қазір бар жиған тергеннен осылайша айырылып қалды. Батырхан айтқанындай, Нұр Отандағы қызметін бір жолата доғарып, жеке кәсіпкерлікке ауысты. Неге олай жасадың? Нағыз өсетін қызметте көтерілер шағың еді ғой, дегендерге Батырхан, Нұр Отанның да жұмысы шамаласып келеді. Енді өзімізді де ойлауымыз керек болып тұр, деп ашығын айтып, бірге жұмыс жасаған жандарға ырзашылығын білдірді. Және өзінің орнына келген жас жігітке оң болсын айтып, журналистерден рұқсат сұрап, жиыннан сыртқа шықты да, көлігіне мініп, өзінің жаңа жұмыс орнына бет алды. Батырханның өзінің жақын таныс, араласып жүрген жігіттерінің бірінің иелігіндегі кешенді түрде қызмет көрсететін жабдықтың орталықты келісіп, жалға алып жұмыс бастаған еді. Машиналарды жуу, жөндеу, бояу, сырлау, кафе асханасы, келісті қонақ үйі және қосалқы автобөлшектер сататын магазині бар. Бұл орталық бұрында кең көлемде жұмыс жасаған, көбіне ауқатты адамдарға қызмет көрсететін орын еді. Қазірде шеберханаға тәжірибелі мамандар келіп, жұмыс араласып, орталықтың рейтингін көтере бастағаннан кейін авто жөндейтін бөліктерін әркім жалға алып жұмыс жасай бастады. Ең бастысы, осы орталықты бір жерге бағындырып, қадағалап, төленетін ақыларын бақылап, жинап отыру керек. Бас аяғы 70 адамдай жұмысшысы бар жердің жұмысы Батырхан қолға алған соң жандана бастады. Әсіресе шетелдік қымбат машиналарды жөндейтін
бокстарға білгір шеберлерді келіп, олардың еңбек ақысын көтеріп, дұрыс келісілгеннен кейін келушілер қатары күрт жоғарылады. Барлығына жалғыз өзі шаба бермей, жанына сенімді адамдарын жинап, оларға жұмыстарды бөліп беріп, бір тәртіпке бағынатын қылып, жұмыс жоспарын жасау Батырханға да оңай болмады. Сырт жақтан бақылап, бірінің жұмысына екіншілерді кедергі жасамас үшін алыстан бақылап қарап жүреді. Арасында шеберлер бір-бірімен келіспей қалуы да үйреншікті жатқа айналды. Көршілермен де тығыз байланыста болып, жұмыстың іс құжаттарының дұрыс жүріп тұру дегендері көзге бақырайып көрінбегенімен қиямет шаруа екені белгілі. Әсіресе Жанарды асханаға администратор қылып қойғанда орынды болды. Қанша дегенмен сауаты бар. Өзі осы жұмыстың ортасынан шыққан Жанар бірінші күннен бастап-ақ орталықтың жұмыстарын жақсы жүргізіп кетті. Күндіз арзан асхана болатын зал кешке кафеге айналып, дискотека болып тұрады. Яғни жастардың көп келуіне жағдай жасалынды. Тапсырысқа сәйкес тойларда өткізетін залы бар. Бұл жер қаланың у-шуынан аула орналасқанымен, бірақ адамдар мен көліктер көп жүретін жерінде тұрды. Жанардың әсіресе қымыз, шұбат, айран, көже, ет, қазы, қарта, жал мен жая сияқты қазақтың ұлттық тамақтарын даярлап сататын орталыққа айналдырып, жұмысты өзгертуі өте дұрыс, ықпалды ұсыныс болды. Көліктер көптеп тоқтап, келген үлкен адамдарды біраз айналып отыратын жер болды. Көп ұзамай Гүлбаршын жеңгесін жанына алған соң, Жанардың жұмысына да жеңілдік пайда болды. Қанша дегенмен сенімді адамдармен жұмыс деген орынды. Ақша жүрген жерде артық ауыз әңгімеде қоса жүретіндер рас. Алайда жіті бақылау камералары орнатылған бұл жерде аса көп тәртіпсіздік бола бермейді. Еркендер кіріп шығып жүре беретін қаланың ортасы емес болған соң, жұмыста тыныш өтіп жатады. Сонымен бірге ең басты жаңалық 2 рет қайталанып өткен ДНК сараптамасында Аярудың 98 нәтижесімен Асылханның қызы екені анықталды. Ешқандай артық ақы төлемей-ақ тексерулердің нәтижесі анығын көрсетіп тұрды. Жауды жеңіп шыққандай қуанған Асылхан Аружанды бетінен қайта-қайта сүйіп, ырзашылығын білдірді. Бұрында Аружанның айтуымен біліп жүрген Асылхан ақыры ДНК жасатып, барып шындығына көз жеткізген соң, Аружанға рахмет айтумен қатар қомақты қаржыны беретін болып, шетелге емделіп келуге көмектесетін бөлек кәде берді. ДНК нәтижесі шыққан соң, Аружан мен Батырхан ресми түрде ажырасты. Ажырасқан сәтте екеуі де еш қайғырмай күліп тұрды. Аружанның қайғырмаған себебі енді сәті болса, Асылхан мен заңды некеге тұратын күнде алыс емес екендігі еді. Батырхан болса енді тыныш өз өмірімді сүрсем екен деп тұрды. Бұл хабарды естігенде қатты қайғырып жылаған тек Аяру болды. Батырханды әкем емес деп елестетудің өзі оған ауыр соқты. Тіпті үйден шықпай жатып қалды. Асылхан үйіне келгенде «Қызым, айналайын» деген сөздерінің өзіне жақтырмай қарап, сөйлесудің өзіне зауқы болмай жүрді. «Бала ғой әлі, үйренісер, қайда барат дейсің?» деп Аружан Асылханды алдағанымен, әрине олдай іште ренжіп жүр. Осы екі арада Аружанның әскери университеттің жабық оқу орнында оқуын бітірген ұлы әскер қатарына кетті. Амандық болса, 1 жылдан соң әскери шен алып, шекарада қызметке кіріседі. Сөйлесіп жүрген қызы бар екендігін Аружанға айтқанымен, әзір той туралы артық әңгімесі жоқ. Иә, өмір өз дегенмен жүріп жатыр. Күйкі тіршіліктің қамымен тыным таппайтын адамдар үшін таңның атуы мен күннің батысынан жылдам ештеме жоқ. Батырханның соңғы кезде көңіл күйінің түсіңкі екенін байқаған Жанар кәдімгідей уайымдап жүр. Жанына барып, жағдайын сұрап қойғаннан басқа арыға бара алмайды. Не ол өзі еш нәрсені ашып айтпайды. 1-2 рет жұмыстан соң сөйлесейік деп, бір нәрсені сылтауратып кеңсесіне барған еді. Алайда бірде адамдармен отырады. Енді бірде телефонмен айқайласып жатады. Әйтеуір реті келмей жүр. Соның бүгін ғана сәті келгендей болды. Осы орталықта машина жөндеуші Мақсат деген Жанармен жасы қатар жерлесі жігіт мұны көрсе, оны мұны айтып әзілдеседі. Маған күйеуге шық деп қалжыңдайды.
Жанар болса оған алдымен алимент төлейтін 3 балаңды адам қылып ал, сосын барып маған келерсің деп қарымта жауап қайтарып жанына жолатпайды. Жанар сол құрдасы жұмыс жасайтын бокстың жанынан өтіп бара жатыр еді. Ар жағынан келген Макс мұны айқара құшақтап алды да шыр көбелек айналдыра бастады. Оңбаған, жібер, қолың май ғой деп шырпыры болған Жанарды жерге түсірген кезде, есіктен кіріп тұрған Батырханды көргенде, онсыз да басы айналып, құлап қалудың азақ алдында тұрған Жанар не болғанын білмей өзі қалды. Аяқтары жансызданып, әр жерден бір басып, бойын тіктей алмаса да, жүруге талпынған Жанарға қарап, «Мынау оңашадағы не ойын сендердікі? Табысатын болсаңдар, басқа жер таппадыңдар ма?» деп Батырхан түйіліп тұрды да қайта сыртқа шығып кетті. Макс болса, «Жанар, немене? Бастық сені қызғанып, бізді аңдып жүргеннен сол ма?» деп дұрыс түсінбей қалды. Жанар оған ұрсуға да әлі келмей, «Ұят болды, ыңғайсыз болды» деп ернін тістелеп диванға отыра кетті. Макс дұрыс түсінбей, «Жанар, саған не болды? Әзілдеп ем ғой. Немене, сен 2 қабат емессің бе өзі?» деп сұрап қалды. Осы кезде есіктен қайта кірген Батырхан, «Жанар, сен әлі осында отырсың ба? Мен сені ана жақтан күтіп жүрсем?» деп қатулана сұрады. Жанар орнынан тұрып, үсті басын жөндеп жүруге ыңғайланған кезде, Макс, «Басеке, не болды сізге? Соншама аңдып жүрген адам құсап. Біздер білсеңіз, Жанар екеуміз құрдаспыз, әрі жерлеспіз. Қалай әзілдесем де жарасады. Неменеге қайта айналып келіп тиісіп жатырсыз? Бастық болсаңыз өзіңізге, маған артық берген не нәрсеңіз, қызметіңіз өтіп бара жатыр. Алсам, істеген еңбек ақымды алам. Маған бірдеңе демекшісіз бе?» деп Макс Батырханның алдына келіп тұрды. Айтса айтқандай, еңбегін жасап, тапқанының процентін төлеп отырған Макстай шебер жігіттер бұл цехта көп емес еді. «Сен немене? Қайдағын айтып, мен жай жұмыс барысымен жүрмін. Тексеретінде ешкіммен шаруам жоқ. Қаласаң жұмысыңды жаса, болмаса кете беріңдер» деп Батырханда қаймықпай жауап берді де сыртқа қарай беттеді. Сәл болғанда екеуі шатысып қаларын сезген Жанар, «Макс, болды, барып жұмысыңды жаса. Немене күшейіп тұрсың? Кетем десең, есебіңді қазір шығартып беремін, кете бер». «Сенікі дұрыс емес. Бұл сенің жалдамалы жұмыс орның. Қызбен құшақтасатын жерің емес. Әрі мені бас көз жоқ құшақтап алдың. Ұятай». Бастықтың айтуы ұрсуы орынды деп Жанар Батырханға еріп сыртқа шықты. Сыртқа шыққан соңда Батырхан үндемей алдында, Жанар болса жазықты адамдай артына ілесіп келе жатты. Кеңсеге жақындай бере Жанар шыдамай, «Аға, мана Жанармен сөйлесейін деп келіп едім дегенсіз. Айып болмаса, айтсаңызшы енді, не жайында сөйлесейін деп едіңіз? Болмаса жарайды, мен жұмысыма бара берем» деп Жанар асхана жаққа бұрыла беріп еді. Батырхан сонда ғана, «Кешке үйге барған соң сөйлесеміз» деп кеңсеге кіруге ыңғайланды. «Жоқ, жұмысқа байланысты шаруа болса, осы жерде айтыңыз. Өйткені әдетте бастықтар кешке үйде әйеліне қатысты жұмыстарын айтады. Сіздің айтқаныңыз келіп тұрғаныңыз қай шаруа болып тұр?» деген астыртын сұрағына риза болған Батырхан сәл күлімсіреп, «Сен ойлап тұрған шаруа ғой сол» деп айта салды. Жанар да күліп, «Мен ойлап тұрған шаруа болса, онда мен бүгін жұмыстан ерте қайта берем» деді. «Неге сен ерте қайта бересің?» деп түсінбеген Батырхан қарап, тағы да күліп, «Өйткені жолай магазинге соғып, кешке дастарханға алатын заттарым бар» деп Жанар жұмбақтады. «Ол қандай заттар алатының? Немене, онсыз да тар жерге қонақ шақырып қойып едің?» деп түсінбей сұраған Батырханның қабағы қайта түйіліп кетті. «Заттар болғанда, мысалы, біраз жемістер алам, сосын жақсы қызыл шарап пен Қазақстан плитка шоколадын алам. Ал сіз тағы не нәрсе қос дер едіңіз?» деп Жанар сұрағанды ғана миына әлденелер жеткен Батырхан жымия күліп, «Білмейм, не алам десең де ала бер. Маған сенің өзің болсаң болды» деп мәз болды. «Болды ма? Шынымен бе? Мен болсам болды ғана ма? Сол жетеді ме?» деп еркелеген Жанарға не дерін білмеген Батырхан күліп басын изетті, офиске кіріп кетті. Айжанның күні бойы жүрегі алабұртып, әлденеге алаңдай берді. Әрине,
Адам әр нәрсені ойлап берсе де, солай шығар, бірақ осынау бұрын соңды болмаған мына жағдайды алғаш сезінуі. Жатқан төсегінен тұрып, әдеті бойынша терезенің алдына келіп, сыртқа көз салды. Негізі ерте жатқан-ау, ал көшеде дүрілдеген мотордың дауысы мен машиналардың құлақты жара қиқулап жататын дабылдарының дауысы да бүгін бірен-саран жоқ есебінде әр жерден бір естіледі. Не болғанда Айжанның жүрегі әлдебір дүбірді аңсағандай, бәйгеде шабудың орнына қорада қамалып тұрған жүйріктей тыншымай тұрды. Неге? Қалай бәрі тынышып қалған? Неге бәрі көңілсіз тыныштық? Деп аспанға тағы көз салып еді. Бұлт арасымен сырғи жылжыған айда амалсыз күліп, айдаумен жылап бара жатқандай көрінді. Есік алдындағы ұзын ортақ дәлізден әлдекімнің даусы естілгендей болған соң, жүрегі лүпілдеп, мүмкін мұны іздеп келе жатырған біреу дегендей, айна алдына сәл тоқтап, шашын жөндей салды да, түнгі іш көйлегінің сыртынан жеңіл күртесін жамыла салып есікті ашты. Әншейінде бір бұрап қана жаба салатын ағылшын құлпын 3 рет бұрап әрең ашып болам дегенше, коридордағы дыбыстар басылып тыныш бола қалды. Жалтақтап, оң солына қарап тұрды да, күртесін қымтап коридордың бас жағына қарай жүрді. Сол жақтағы балкон есебінде тұрғандардың кір жуғанда жаятын жеріне келіп, көшенің мына бетіне көз салды. Еркектердің темекіде тартатын жері болған соң да, күлімсі иісі аңқып тұрған күл салғышты да елемей біраз тұрды. Осы кезде бұл тұрған жерге қолына сигаретін ұстаған, жүнді кеудесін жалаңыш ұстаған, еңгезерде түрі тау халқына келетін жігіт ағасы кірді. Оған жол беру үшін қабырғаға қарай ығысып, қысқа етегін қолмен қымтап, түнгі іш көйлекпен тұрған мұны көріп, еркектің түсініксіз бірдеме деп амандасқан түсінбесе де, басын шұлғи салды. Мұны қабырғаға қыса әрі қарай өткен еркектің жүнді кеудесінен шыққан иіс мұрнына келгенде, еріксіз көзін жұмып, кеудесінің қоңыр түймелері жыбырлап кетті де, еріксіз деген дауысы шығып кетті. «Девушка, у вас все в порядке? Нигде не болит?» деп сұраған еркекке не айтарын білмей де қалып, тағы басын шұлғи берді. Осы кезде жақын квартирадан «Ашот, ты долго там? Быстрее заходи, воду влей мне» деген әйелдің дауысы шықты да, еркек жалма-жан темекісін сөндіріп, «Да, дорогая, иду» деп безілдей жөнелді. Екі көзімен мұны ішіп жеп бара жатып, «Мы здесь недавно, вы пока здесь живите» деп айтып үлгерді де, кішкене баланың жылаған даусы шығып жатқан үйіне кіріп кетті. Айжанды бойы сергіп, ух деп демалды. Денесі тоңазығанын енді сезіп, есігі әлі де ашық тұрған квартирасына кірді. Жанар жұмыстан ерте қайтып, жолай супермаркетке соғып, керек жарақтарын алды. Негізі, ешкімге айтпағаны болмаса, ертең Жанардың 35-ке келетін туған күні еді. Әлдене дәметкендей болармын деп, ешкімге айтпаған еді. Тек оны білетін Гулия жеңгесі осы қалада тұратын қызының таудағы ауылда тұратын қайнатасы, яғни құдасы қайтыс болып, сол жаққа кеткен еді. Жеңгесі жаны ашығандықтан, бұған күйеуге шығып ал, ана мынау деп адамды таңдай берме, деден қатайып қартайып кетесің. Бала тууың қиын болады, сосын еркектер мінсіз болмайды. Идеальный ешкім жоқ, қалғанын Құдай өзі жарастырып жібереді. Сөздің қысқасы, осы туған күніңе дейін біреуді тауып ал деп айтудан шаршамайды. Базардан соң жанығып жүріп, оны мұны пісіріп, дастархан мәзірін жасады. Екі адамға даладай кең столдың үстін жайнатып қойған соң, төменге түсіп, сән салонына кірді. Аяқ қолын шеберге тазалатып, арқасына бір байлап тастай салатын шашын мастердің айтуымен керемет қидырып, тіпті жаста көрініп кетті. Сағатқа қарай жүріп, өздерінің отырысын көз алдына елестетіп, мәз болды. Осындайда уақыттың өтпей, сағаттың жылжымайтынын-ай. Диванда сәл қисайып жатса, көзі ілініп кетіпті. Оянса Батырханның жұмыстан келер уақыты да болып қалыпты. Орнынан атып тұрып, басына дереу орамалын тағып жатып, өзінен өзі рахаттанып күлді. Себебі осындай бір нәрселер қуырғанда, қамыр илегенде, басына тартатын орамалын дереу тартып алғаны қызық көрінді. Бәрін дайындап қойды. Енді
ештеме пісіріп түсірудің керегі жоқ. Ал бұл болса, орамал мен әлек. Келер уақыты өтіп бары жатырған соң, Батырханның телефонына хабарласып еді. Иә, міне, үй жанында, кептелісте тұрмын. Қазір келем деп қуантып қойды. Стол үстін тағы бір қарап шықты да, телевизорды ермек қылып көріп отырды. Сәлден соң, есіктің қоңырауы шырылдаған соң, жүгіре басып барып есікті ашты. Қолында үлкен тортымен гүл шоғы бар Батырхан: менің түсінгенім, қазір сағат түнгі 12-ден кейін сенің туған күнің басталады. Оң болсын. Тілекті туған күнде айтармыз. Әзірше мынау сізге, деп үлкен гүл шоғын ұсынды. Ой, қайдан біліп қойдыңыз? Мен ешкімге айтпап едім ғой, деп еркелей сөйлеген Жанар Батырханға бетінен сүйгізді. Тіпті өзі де оның мойнына асыла кеткісі келіп тұрды. Бірақ ондайға әлі жетпегендіктен әдеп сақтады. Оның білудің еш қиындығы жоқ. Бар құжаттарың менде тұр емес пе? Деген Батырханға риза болып, әрине, оны білем. Алайда ондайды аңғару үшін зейінде болу керек Басеке. Көп рахмет, қуантып тастадыңыз, деп жүре сөйлеп. Ой, қандай үлкен әдемі гүл шоғы, иісі қандай күшті, свежий. Негізі сіздің талғамыңыз керемет екен, деп гүл шоғын ыдысқа су құйып орналастырды. Қанеки, тез жуып шайып столға келіңіз. Онсыз да тамақ күтіп қалды, деп дастархан жабдығына кірісу үшін бұрыла бергенде, артынан қарап тұрған Батырхан: Жанар, сұрағанма айып етпе. Сен соңғы кезде қатты азып кеткенсің. Бір жерің ауырып жүрген жоқ па? Деп сұрап біртүрлі болды. Разве заметно? Вот не ожидала. Деп күлген Жанар: жоқ, ауырып жүргенім жоқ. Фитнес залға барып, тренажерлермен айналысып жүрмін ғой. Ең қызығы, жұрт кешке барса, менің кешке қолым тимейді. Сосын таңертең барам. Рахат кез сол. Зал бос, бассейн қанша түссең де еркің. Әрі соған сай диетада ұстап жүрмін. Деп денесін ойнатып, былқылдата басып, кухняға кетті. Ауырмасаң болар, әйтеуір, алмаған сенің томпақ түрің ұнайды, деп Батырхан да ваннаға кірді. Оныңызға рахмет, шілей арық болғымда келмейді. Ну, орташа жетет, бірақ кейін қадағалалмай қалу мүмкін, деген Жанардың даусын естігенде жоқ. Дастархан басында жақсы тілектер айтып, әдемі отырыс болды. Грузин шарабының хош иісті дәмі тіл үйіріп, Қазақстан плитка шоколаты таңдайда балдай еріді. Жақында ғана іздеп жүріп алған, өзі бұрыннан армандайтын көйлегін киіп шыққан Жанардан сұлу адам жоқ еді. Денесімен үйлесіп, жарасқан осы қызыл қоңыр көйлектен кеудесі тереңірек ойылған тұсынан сыртқа шығып кетерде тырсиып, жартылай көрініп тұрғаны Батырханның көзін байлап есін алды. Не болды? Ұнамай отырмын ба? Деп Жанар көйлегінің сәл көтеріліп кеткен етегін төмен тартқылап, кеудесін жөндеп қойды. Жоқ, күшті ұнап отырсың. Жанар, айып етпеш, қарамасқа болмай тұр, деп Батырхан мұның кеудесінен көзін тайдырып еді. Ұнап тұрса қарай беріңіз. Сізге ұнайын деп алдым ғой. Сіздің қарағаныңыз маған да ұнап жатыр, деді Жанар даусы дірілдей. Шын айтасың ба, Жанар? Саған ұнаса қарай берейін, деп Жанарға қарай қолын созып еді. Ол өзі де ыңғайланып, жанына жақын отырды. Айжан есігін кілттеп жауып, бөлмесіне тез кіріп, төсегіне жата қалды. Сәлден соң баяғы ішкі құбылысы қайта басталды. Әлгі ортақ балкондағы кеудесі жүндес еркек кіріп шығып жүрген жоқ бекен, деп есіктің саңылау көзінен қарап біраз тұрды. Коридор тып-тыныш болып, мүлгіп қалды. Төсегіне сәл аунақ шығып жатты да, Батырханға хабарласқысы, тіпті келші деп айтқысы келіп тұрды. Бірақ үйінде басқа елдер бар екені ойына түсіп, ұятты деп әбессінді. Әрі аунақшып, бері аунақшып жатып, бәрібір алабұртқан сезімнен арыла алмады. Маған сол әйелдерінен ұялып не керегі бар? Болса да қазір ажырасқан, басы бос еркек қой деп Батырханның телефон номерін тере бастады. Жанарды жаймен иығынан құшақтап, өзіне тартқанда ол да қарсы болмай, ыстық демімен Батырханның бойын балқытты. Шашынан, мойнынан иіскелеп, сүйіп, тығыншықтай денесі сыртқа теуіп тұрған Жанардың кеудесінен сүйе бастағанда, Батырханның бойына қан жүгіріп, демалысы жиіледі. Жаным, дастарханнан тұрайықшы. Сосын дедім ғой, асықпаш, деген Жанардың
Демеккен даусын алыстан естігендей, Батырханның құлақтары шуылдап, орнынан әзер тұрды. Бөлменің жарығын сөндіріп, әдемі түнгі шілтерлі көйлегін киіп, жанына келген Жанарды көтеріп алып, құмарлана сүйді де төсекке жатқызды. Бар денесі балқып жатқан қызды жайменен шешіндіре бастағанда, «Жан, мен осы жасыма дейін еш еркекпен болған емеспін. Асықпаш, қорқытып жібермеш, жарайды ма» деген Жанардың даусымен оттай жанған денесі Батырханды өртеп бара жатты. Әншейінде қай мезгілде де жауап беретін Батырханның телефоны сөндірулі дей берген соң, мұндайы жоқ еді ғой, ауырып қалды екен, ішіп алып ұйықтап жатыр ау шамасы, деп сәлден соң шыдамай, Айжан тағы да қоңырау шалды. Тағы не болды екен? Өткенде Айару менің қызым болмай шықты. Мен енді қу баспын. Ешкімім жоқ менің деп телефонда жылағаны есіне түскенде, Айжан орнынан ұшып тұрып, киіне бастады. Сағат түнгі бірден енді асып бара жатса да, шамдары самалада жанған көше жап-жарық екен. Ең бірінші тоқтаған таксиге отыра салды. Әр нәрсені ойымдаған жүрегі ауырып кеткендей болды. «Жаным, Жанарым, қандай тәттісің, құмарлығым оянып жатыр жаным» деп Жанарды кеудесіне қысқанда, еңгезердей еркектің құшағында тұншығып, алғаш астында қалған Жанарға ауа жетпей қалды. «Тоқташ» деп жанталасып, «Ух» деп сәл тыншыды. «Не болды саған, Жанар?» деп Батырхан сұрағанда, «Ой, мынау деген оңай нәрсе емес екен ғой. Мен басқаша болады екен десем» дегеніне Батырхан күліп жіберді. «Неге күлесіз? Негізі сіз мені асықтырып жатырсыз. Қасыңыздамын, ешқайда кетпеймін. Асықпасаңызшы, менің ыңғайыма қараңызшы. 35-ке дейін қыз болып жүру оңай дейсіз бе?» деп Жанар ұрысқан кейіп танытты. Осы кезде сыртқы есіктен қоңырау шырылдап, екеуі бір-біріне қарады. Түн ортасында есіктің қоңырауын басқан кім дегендей, бір-бірінен сұрап, иықтарын көтеріп, бір-біріне «білмейм» деді. Батырхан қолын бір сілтеп, «Жаным, тәттім» деп тағы асықпай аймалай бастағанда, Жанарда еркін беріліп кеудесін Батырханның еріне тоса берді. Қайталаған қоңырау даусы оларды тіптен қоздырып жіберді ме, бар дүниені ұмытып, естерін жоғалтып жатты. Қоңырауға жауап болмаған соң, Айжан есік алдында біраз тұрды. Негізі бөлме ішінде біреулердің бар екені, олардың арасында еріксіз шығып кеткен даусы анық естілмесе де білініп тұрды. Сәлден соң іште коридормен жеңіл тәпкі киген әйел адамның сөйлей өтіп, ваннаға кіріп жуынып жатқаны белгілі болып тұрды. Айжан мойны салбырап сыртқа шықты. Ауыр айды аяқ астынан желдетіп, жайменен жылы жауын басталды. Жуынып келіп, ас бөлменің терезесінен сыртқа қараған Жанар аялдамада бүрісіп жылап, көліктерге қол көтеріп, тоқтатып тұрған Айжанды анық көрді. «Бәсе, өзімде осы шығар деп едім» деп күлімсіреген Жанар жатын бөлмеге беттеді. Таңертең Жанар жатын бөлменің есігін жайменен ақырын ашып шыға бергенде, Батырхан көзін ашып алып оянып кетті де, «Жанар, сен қайда барасың?» деп сұрады. Мұның бетіне қараудан ұялған Жанар жұмысқа дей салды. «Жұмысқа? Осыншама ерте қайда барасың? Сағат әлі таңғы 5 болған жоқ қой жаным-ау» деп Батырхан еркелетіп еді. Жанар жылап қоя берді. «Не болды саған, Жанар? Бері жақындаш маған. Жылама, бәрі жақсы болады» деп Жанар жанына жақындаған кезде қолынан ұстап өзіне тартты. Жанар төсектің жиегіне отырып, «Жоқ, тоқтай тұрыңызшы. Әншейін, мені кешіріңізші. Мен дұрыс жасамадым. Мен сізді пайдаланайын деген адам сияқты болып қалдым» деді Жанар сөздерін әрең құрастыра. «Жоқ, Жанар, олай ойламаймын. Әлде сен өкініп отырсың ба?» деп сұрап еді. Жанар басын шайқап, жанарын жерден көтермеді. «Жоқ, өкініп отырғаным жоқ. Бәрі өзімнің қалауымша болды. Алайда сіз басқаша түсініп қалуыңыз мүмкін. Енді 1000 жерден айтсам да ақтала алмаймын. Мейлі, мені тастап кетсеңіз де ризамын. Түк сізге өкпем жоқ. Мен өз қалауыммен жеттім. Алайда сізді айналдырып алайын деген не басқа пиғылым жоқ» деп Жанар ойы араласып, сөзін сабақтай беріп еді. «Болды дедім ғой саған. Мен сені түсіндім. Енді сені жанымнан ешқайда жібермеймін. Келші жаныма» деді Батырхан төсекте сәл ығысып. Жанар көз жасын сүртіп, «Қазір жуынып келейінші» деп орнынан тұрып, ваннаға кірді де кеудесінен өксік шығарып, тағы да даусын шығармай жылады.
Бірақ бұл өкініштің бе, әлде қуаныш қорқыныштың жылауы ма екенін өзі де білмей тұрды. Ал қуанайын десе, тап біреудің бірдемесін ұрлап алғандай болып тұрды. Айнаға қарап қойып жуынып, бөлмеден шыға алмай біраз тұрды да, ақырын шығып, келіп, Батырханның жанына отырды. Ол болса тағы ұйықтап кетіпті. Оның алаңсыз ұйықтап жатқан түріне қарап, қандай жақсы адамның тағдырын түрлі сарсаңға салып қойған. Осындай еркекті қорлап, жүріс жасап, енді айырылысып жатқаны, байлыққа қызығып, бар ынта-ықыласымен құнығып кеткен әйелдің де ақыры дұрыс болмас. Екі ортада қызына обал болдым-ау деп, бір жағынан аяп кетті де. Сәлден соң Батырханның бауырына өзі кіріп, қатты құшақтап, кеудесіне басын қойып жатты. Батырхан да көзін ашып, мұның шашынан құмарлана иіскетті, бауырына тартты. Енді үнемі осылай бірге ұйықтаймыз. Бүгін жұмысқа кештеу барармыз, деп Жанарды құшақтаған бойы тағы ұйықтап кетті. Жанар болса біразға дейін ұйықтай алмады. Түндегі өзінің төсекте еркін болып, еркелеп, Батырханды бірнеше рет ұйықтатпағанына ұялып та үндемей күліп жатты. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Каналыма тіркеліп лайк басып, төменге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.